Ақмола облысына жасаған арнайы іс-сапарлар аясында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Дәурен Әділбеков пен Рашид Акимов Степногор шаһарындағы өндірістік және әлеуметтік нысандарды аралады. Қала меймандары ең алдымен Қазақ алтын технология өндіріс ошағында болып, алтын өндіруші фабриканың жұмысымен танысып шықты. Кездесу барысында кәсіпорын басшысы Семен Хан өндірісті кеңейту бойынша жоспарлар туралы айтып, жұмыс орындарын қысқарту болжанбайды деп сендірді. Фабриканың цехтарын аралаған халық қалаулылары кәсіпорынның жұмысшыларымен арнайы кездесуде өткізді. Цель наше ознакомление, встреча с руководителями. Біздің басты мақсатымыз басшыларымен, халықпен кездесіп, ағымдағы жағдайлармен танысу болып табылады. Күнделікті өмірде туындайтын мәселелерді қарастырып, оны ары қарай өз жұмысымызда қолданатын боламыз. Көз көрген жайттардың барлығы да заңнамалық құжаттарды қабылдауда орасан зор маңызға ие. Сол себепті өзекті сауалдарды зерделеп, оны шешу бағытында еңбек ететін боламыз деп отыр Рашид Акимов. Өз кезегінде жұмысшылар сенаторлардың Степногорск-Заводской аралығындағы жолын жөндеу мәселесін шешуге қатысуын сұрады. Келесі нысан халыққа қызмет көрсету орталығының Ақмола облысы бойынша Степногорск қалалық филиалы болды. Мұнда сенаторларға электрондық қызмет көрсету жүйесінің жұмысы таныстырылды. Айтулы мекемеде негізгі қызметтерден бөлек арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы да ұсынылған. Орталық басшының міндетін атқарушы Бауыржан Базылбековтың ақпаратына сүйенер болсақ, сервисті жақсарту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Соған қарамастан, нысан маңайында автотұрақтың болмауы біршама қиындықтар туғызатын көрінеді. Сенаторлар бұл мәселені шешу мүмкіндігін қарастыруға тырысатынын атап өтті. Содан соң шаһар қонақтары жақында ғана өз баспаналарына қол жеткізген Жарымбаевтар жанұясымен кездесті. Қалалық әкімдік пен ЕПК Степногорск кәсіпорны арасында жасалған өзара меморандум аясында атаулы зауытта еңбек ететін Асқар Жарымбаевқа 3 бөлмелі пәтердің кілті табысталған. Бүгінде қуаныштары еселенген көпбалалы отбасында 4 кішкентайлар тәрбиеленуде. Сенаторлардың соңғы барған нысаны қолжетімді әкімдік фронт кеңсесі болды. Мұнда тұрғындар мемлекеттік қызметтерді әкімдіктің бірінші қабатынан алады. Айтулы жұмыстар ұсынылатын қызметтерді азаматтар кедергісіз алу мақсатында іске асырылып отырса керек. Бұл жөнінде мәлімдеген қала әкімінің орынбасары Досхан Амринов, фронт кеңсе барлық заманауи талаптарға жауап беретін алға тартты. Күту үшін ыңғайлы орындар, ақпараттық стендтер, интернетке қолжетімділік те бар. Осы жоба үшін қазақстандық өндірістің компьютерлік моноблоктары сатып алынғанда болса керек. Сегодня нам удалось побывать на ряде объектов города Степногорска. Бүгін біз Степногорск қаласының бірқатар нысандарында болдық. Қазақ алтын технология кәсіпорнының жұмысымен танысып, соңғы өнімді көру мүмкіндігі де туды. Жаңа заманауи өндірістік жабдықтармен қамтамасыз етілгенде қуантарлық жайт. Сондай-ақ көпбалалы отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін қолға алынған игі бастаманың куәсі болдық. Мұндай ізгі істерді көбейту қажет. Қолжетімді әкімдік жобасымен таныстық. Жалпы алғанда өте тиімді іс-сапар болды деп есептейміз. Және бізге жолданған сауалдарды алдағы уақытта жұмыс барысында шешуге тырысатын боламыз, деді Дәурен Әділбеков.